Ридзер педагогтардың, дәрігерлердің және тіпті кіші персоналдың, сонымен қоса өндірістік әрі тағамдық саланың жұмысшыларының, құрылыс мамандықтарының жетіспеушілігін көріп отыр. 15 маусым күніне қалада 300-ден астам вакансиялық орындар. Кадрлардың ең үлкен тапшылығын қалалық білім беру мекемелері және денсаулық сақтау мекемелері көріп отыр. Мектептерге 55 педагог және техникалық персоналдың ондаған адамы жетіспейді. Ауруханаларға 30 дәрігер, орта медициналық персоналының 35 және кіші медициналық персоналының 7 адамы жетіспейді. 30 ваканттық орыннан өндірістік, тағамдық және құрылыс салаларында ұсталып тұр. Азаматтық және мемлекеттік қызметкерлердің вакансиялары ашық. Энергетика және көлік саласына, орман шаруашылығына және қонақ үйісіне жұмысшылар қажет. Барлығы қала бойынша 300-ден астам ашық вакансия. Несмотря на то, что у нас на 312... Біздегі 312 вакансияға 294 жұмыссыз болғанына қарамастан, біз бұл вакансияларды жаппаймыз. Өйткені одан гөрі жоғары білікті мамандар тапшы болғандықтан. Нақты 85 вакансия жоғары білікті мамандарды, жоғары білімді талап етеді. Бүгіндері қалада кадрлар тапшылығы мәселесі 3 жолмен шешілуде. Біріншісі, кадрлардың жұмыс берушілердің өтініштері бойынша қайта дайындығы. Нақты, білікті, жоғары немесе орта арнаулы білімді мамандардың жетіспеушілігі байқалады. Жұмыссыз ретінде жұмысқа тұру орталығында тіркелген ридзерліктер, ал олардың саны қазір 294, әдеттегідей жұмыс берушілердің өтініштеріне сай келмейді. Соңғылардың өтініштері бойынша жұмыссыздарға кәсіби дағды иемдену үшін қысқа мерзімді білім алу ұсынылады. Трехмесячное обучение. Колледждер негізінде немесе оқу орталықтары негізінде 3 айлық оқу бар. Маникюрға, шаштаразға, орманшыларға, электрогаз дәнекерлеушілерге және тағы басқаларына. Мамандықты игереді, оған қоса шәкіртақы алады және жұмысқа тұру мүмкіндігін иеленеді. Оқу жұмыс берушілердің өтініштері бойынша жүргізіледі. Тегін. Өтініш жұмыс берушіден түскен соң, келешекте олар кепілді түрде жұмысқа орналаса алады. Ниеттері болса жеткілікті. Кадр тапшылығы мәселесінің шешімінің тағы бір жолы түлектермен жұмыс. Колледж оқушыларын өз еңбек жолдарын жастар тәжірибесі аясында бастауға шақырады. Мы предлагаем молодежную практику. Жастар іс тәжірибесін ұсынамыз. Яғни түлектер оқуды бітіргеннен кейінгі 3 жылдың ішінде бізге келіп, жастардың іс тәжірибесіне 6 ай қатыса алады. Жас маман ретінде кәсіпорындарға жұмысқа тұрады, тәжірибе жинақтайды, ал олардың еңбек ақыларының шығынын бюджеттен жұмсайды. Келешекте жұмысқа орналастырылумен қоса. Кадрлардың өткір тапшылығы 4-ші жыл жемісті жұмысқа тұрудың және жаппай көпшілік кәсіпкерліктің 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасын жүзеге асыру жолымен шешілуде. Оның мәні қажетті мамандықтармен сай келетін біліктілік жұмысшыларының Қазақстанның еңбегі артылған облыстарынан еркін түрде көшіріп келуіне қолғабыс етуде. Для переселения определены... Көшіп келу үшін бірқатар облыстар таңдалған. Алматы облысы, Нұр-Сұлтан қаласы, Жамбыл облысы, Қызылорда облысы және Маңғыстау облысы. Осы аймақтардан бізге көшіп келе алады. Бұл облыстар еңбегі артылған деп белгіленген. Қазіргі таңда көшіп келу жаңадан шақырылғандықтардан емес, негізінде бұрындары көшіп келгендер есебінен жүзеге асады. Егер 2016, 2017, 2018 жылдары аталған облыстардан бізге адамдар көшіп келген болса, қазір олардың туыстары көшіп келіп жатыр. 2015 және 2016 жылдары еңбек артылған аймақтардан ридзерге 318 адам көшіп келген. Олардың 100-і жұмысқа орналасқан. 2017 жылы біздің қалаға тұруға әрі жұмыс істеуге 75 отбасы, 200 адам келіп, 88-і жұмысқа тұрды. Тағы 47 отбасы құрамындағы 134 адаммен 2018 жылы көшірілді. 50 еңбекке қабілетті әйелдер мен ерлер жұмыспен қамтылған. Соның ішінде педагогикалық және медициналық білімдерімен. Өткен жылы ридзерге тағы 136 қазақстандық 50 отбасы көшіп келді. Тұрақты жұмыс орындарымен 50-ден астам көшіп келгендер қамтылды. Қала мектептері 8 педагогты қабылдады. Биыл жыл басынан 22 отбасы көшірілген. 11 адам тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа тұрып, бір көшіп келген адам кәсіпкерлікпен айналысып, біреуі қоғамдық жұмысқа жіберілген. 15 адам коронавирус пандемиясымен байланысты шектеу шаралары алынғаннан кейін жұмысқа тұрады. Тағы 15 адам жыл соңына дейін еңбегі артылған аймақтардан көшіп келуді жоспарлап отыр.